Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ленивый голубцы жасаймыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен қызып тұрған майға пиязымызды қуырып аламыз. Пиязымызды қуырғаннан кейін фаршымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Фаршымыздың арасы ажырағанша қуырамыз. Сәбізді теркадан өткізгіштен тағы да қосып, тағы да толығымен араластырып шығамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін тұз, бұрыш, дәм тұзына қарап қосасыздар. Сарымсақ қосамыз да тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Болгар бұрышын 4 бұрышты қылып турап, қосамыз да жақсылап араластырамыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ. Капустамызды саламыз, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Капустамызды қуырып жатқан кезде приправа қосамыз. На косточка деген приправа өте дәмді, фарштың дәмін келтіреді. Алдын ала күрішімізді қайнатып аламыз да, піскен күрішімізді қосамыз да тағы да жақсылап араластырамыз. Күрішіміздің арасы ажыраған барлық жерге май тигеннен кейін тағы да араластырып шығамыз да. Осымен болды. Біздің голубцымыз дәмді, әрі тез дайындалады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздердің уақыттарыңыз тығыз болса, осы тағам өте тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Ұлболсын Алпамыс қызы. Әлі алда сіздермен көптеген рецепттермен бөлісемін. Осы арнама тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.